Ай Қазанғапжан, осы бір ерігіп жатқанша бір аңға шығып келейік. Мына бір құсты маған сыйлап еді, ителгі деп. Бірақ осы бір бөктерге шатыс болмаса қайтсын. Өзі күні келіп тұр, бәрі келіп тұр. Осыны барып бір сынап қайтайықшы дейді. Саясыл құр. Иә, ойпырмай барсақ барайық деп екеуі атқа мініп, қолдарына құсын алып аңға шығады. Екеуі біраз жүргеннен кейін қараса алдынан бір аң жүгіреді. Сол кезде Үсен-төре қолындағы құсын алып қоя береді. Құсы барады, ана аңға шүйлігіп барып аңды іле алмайды. Бір көтеріледі, сол кезде Қазанғап шақырады, қайт. Ол құс айналып келеді, қолына қонбастан қайтадан шашы береді. Үсен-төре болса кәдімгі айқайлап қуып, қайт деп кәдімгі әрі шауып, бері шауып, құстың соңынан. Құс сол ұшқанымен тоғайға ұшып, сіңіп жоқ болады. Қазанғап Үсен-төре кәдімгі әрі шауып, бері шауып, көк балақ болып өзі кәдімгі әбден әбігерге түсіп, не істерін білмей қап, мынау шатысына мені асырауға болмайды деуші еді. Мына енді қараш, қонақтың көзінше мені жер қылып кетті, таба қылып кетті мынау. Деп әбден күйігі өтіп ананың. Сол бойында кәдімгі аттың басын бұрып, ауылына қайтып, үйіне келіп, шайды да ішпестен барып жатып қалған көрінеді. Сонда бәрін байқап, сезіп отырған Қазанғап: ай, Үсен аға, сонша неге қапаландыңыз? Ол ит пен құс тілсіз мақұлық емес пе? Ол адамның арасында да кездеспейді ме ондай? Құс түгіл. Талай адам қатар отырып, бір-бірін сатып та кетпейді ме? Бір-біріне опасылық жасап, орда қазып кетпейді ме? Оның қасында Жануар емес пе? Жануарға, тілсіз мақұлыққа соншама ренжігеніңіз қалай? Құрсыныш, баратын жеріне барсын. Одан да сол манағы сіздің айқайлап, құсты шақырғаныңыз қарнап, мен бір күй тартып едім, шығара қойып едім. Осыны тыңдап көріңізші деп жаңағы жерде күй тартыпты дейді.
Күйді тартып болғаннан кейін қараса, Үсентері басын көтеріп, көзіне жас келіп қалған екен дейді. Ай Қазанғапжан, көңілімді бір аштың-ау. Біз де бір күні өтеріміз мынау, көшімізді арқалап бұл дүниеден. Бірақ мына өлмейтін екі арада күй қалдырдың ғой. Күй қалды. Деп, жаңағы жерде ризашылығын білдіріп келіп Қазанғапты құшақтаған көрінеді. Құрсыншы баратын жеріне деп. Сөйтіп жаңағыдай құс қайтару деген күй дүниеге келген көрінеді. Қиты қайт деп немесе құс қайтару деп тартып отырған бір күй ғой. Иә, сол қиты қайт деп құс қайтарған күйі ғой сол Қазанғаптың. Сонда жаңа ең аяғында күйдің бар енді дейтін жері бар. Жаңа жайлатып барып бар енді деп жаңа Қазанғаптың құрсыншы барса барсын дейтін жері ғой. Сондағы жаңа Қазанғаптың тартқан осы құс қайтару деп жаңағыдай сол тартқан күйі көрінеді.